Ер адам мен әйелдің іш майы неге әртүрлі жиналады? Және қалай кетіреді? Іштің майы неге кей адамдарда тез жиналады? Ал кейбіреулерде тіпті арық болса да іш шығып тұрады. Ең қызығы, ер адам мен әйел адамның іш майы мүлде екі түрлі механизммен жиналады. Ер адамдарда іш майы негізінен висцералды май түрінде жиналады. Бұл ішкі ағзалардың айналасында орналасатын қауіпті май. Неге ер адамдарда көп болады? Себебі тестостерон төмендеген сайын май ішке қарай жиналады. Ал стресс кезінде кортизол тіпті іш майын 2 есе арттырады. Осы себепті ер адамның іші шығып, белі жуандап, іш қатты домалақ болып көрінеді. Бұл майдың қауіптілігі ол бауырға, жүрекке, қан қысымына әсер етеді. Ал әйел адамдарда май көбіне тері асты майы ретінде жиналады. Ол матрас сияқты жұмсақ, сырттан ұстасаң сезілетін май. Бұл қалыпты биологиялық процесс, себебі әйел ағзасы энергияны болашақ жүктілік үшін сақтауға бейім. Бірақ гормондар бұзылғанда, эстроген төмендеп, инсулин көтерілгенде, іш майы ер адамдардікі сияқты қатайып, ішке қарай жинала бастайды. Бұл әйелдер үшін аса қауіпті сигнал. Жалпы іш майының 3 басты себебі бар. Біріншісі инсулиннің жоғары болуы. Қант, нан, тәтті шай, фастфуд бәрі іш майының номер 1 себебі. Екіншісі кортизол, яғни стресс гормоны. Ұйқы аз болса, жүйке шаршаса, іш майы тез жиналады. Үшіншісі қозғалыстың аздығы. Іш майы отырғанда ең тез жиналады. Ер адамда, әйел адамда іш майын бір принциппен кетіре алады. Қантты ақунды азайту, кешкі ауыр тамақтан бас тарту, күніне кемі 30 минут жүру, ұйқыны қалыпқа келтіру, ақуызды көбейту. Ең бастысы іш майын көп жеймін деп емес, гормонды түзету арқылы кетіру керек. Себебі іштің майы тек сыртқы көрініс емес, ол ағзаның ішкі дабылы. Гормон балансы түзелсе, іш майы өзі кете бастайды.